Армысыздар, құрметті көрермендер, Уақыт ТВ арнасы ұсынады. Құдалардың алдынан арқан тосу қайдан шыққан? Бұл дәстүр ме, әлде дақпырттық па? Ендеше қазақтың салт дәстүрін дәріптейтін осындай каналды құрметтеп, қолдап, сіздер лайк, комментарий жазып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар. Әр қайсыңыздың пікіріңіз маңызды. Негізі қазақта мұндай салт болмаған. Осындай жоралғы болды ма? Әрине, қазақтың маңызды күндерді атаусыз қалдырмайтынын және адам өмірінде ең маңызды сәт баланың өмірге келуі және өмірге жаңа қадам басуы, жастардың үйлену тойы секілді түрлі бағыттағы тойлар бар. Құда дегізген, құйрық бауыр жегізген деп шаттанып, құдалықтың 1000 жылдық болуын шын пейілмен тілейтін біздің қазақта кірме салт дәстүрлер де пайда болған сіз байқап жүрсіз бе? Тізе берсек өте көп. Қонақтың ең қадірлісі, сыйлысы құдайы қонақ. Содан кейін ақұдай қосқан құдалар. Құда деген атаудың өзі беделді, сыйлы екпінмен айтылады. Қылауы түспеген жаңа құда деп әспеттеп, төріне шығарып, сыйлы қонақ етуге ұмтылып жатқан құда күтушілердің, құдалардың көші алдынан арқан төсіп, бөгет жасауы және сол кәдеге сый-сияпат күту әдетке айналып кеткендей бүгінгі күні. Жалпы қазақтың қандай қуанышы тойы болса да, ежелден келе жатқан салт жоралғыларды дүниелік мақсаттарға айырбастап жібергеніміз кішкене де болса көңілге көлеңке түсіреді. Әдет болып қалған салт жоралғыларды орындаймыз деп үлкен әжеден сөз естіп қалғанымыз да бар. Көрер көзге ерсекен көліктің алдынан арқан тосу. Арқан тосу дәстүрі қайда бар және ол біздің салтымызда бар ма еді? Арқанды қыз алуға барған құдаларға келеді. Бұл қызы бардың назы бар. Қыз алу оңай емес. Құдалар біздің шартымызға көніп осындай кедергілерден өтуі керек дегендей назбен шығарылған ұғым ғой. Сосын арқанды ата-бабамыз жағдайы төмендеу отбасының келіндеріне кергізген. Мұндағы ниет шамалы болса да үйіне бірдеңе ала кетсін деген ізгі ой. Сонымен бірге күйеу қалыңдықты алып бара жатып, қыз ауылынан жақын көрші ауылдың тұсынан өткенде алдынан көлденеңнен арқан тартып, әйелдер мен балалар кәде алатын болған. Дәстүрдің де орындалар ретін білмесеңдер, олай да ұрықпаңдар деп тыйым салды. Шынында, әжеміздің сол сөзінен кейін құдалар жағы да көңілді келіп, әдемі таныстық болып, құдалық өз деңгейінде керемет өтті. Сондықтан салт дәстүрдің жөн жоралғының ырым мен тыйымның шығу тарихын біле жүргеніміз, орнымен қолданғанымыз жөн. Сондықтан әр тойдың өзіндік қызықты және жақсы қасиеттері бар. Уақыт ТВ арнасына қолдау көрсетіңіз.